Яғни қайтадан айтайын, мен Анесов Шаяхмет Люжанович болам. Так, 22 февраль 2022 жылы мені деген Ақтөбе облыстық антикор, яғни Жекеев тұрар жеке сұрақпен қабылдады. Ол мен сөйлестім, оған деген қолымдағы арыздарымды берген кезде менің қолымдағы арыздарымды алмай кетті. Осы күнге дейін мен арыздарымды деген білмеймін, қалай жазып берсем де біріне сілтеме етіп осындай жағдайда, және де деген Айбек Төлегенов дейтін бар антикорда оператор дейді. Ол да деген бәрін бес саусақтай білет. Мен оған деген босап шыққаннан кейін звондадым, ол менің деген сотовый телефонымды блокқа қойып тастады. Қайрат Юсупов дейтін прокурор болды, оның да сотовый номерлері бар менде. Оған да звондап осылай деп не сөйлескенімде, сосын ол 2023 жылы мен деген түрмеде отырған кезде, 6-шы түрмеде менің қағаздарым, құжаттарым, көшірмелерін алып кетті. Мен сөйлесем, мен шешем деп. Мен босап шыққаннан кейін енді звондап нетсем, ол деген ойбай маған жазба, маған деген керек емес, маған қажет емес, мен қазір ол жерде жұмыс жасамаймын, мен басқа жерде жұмыс жасамаймын деп ол өз басын алып қашты. Осы күнге дейін нақты деген менің деген арыздарым шешілмей келе жатыр. Енді деген білмеймін, Қазақстан Республикасының Конституция 14-ші бап заң алдында бәрі тең деп көрсетілген, алайда олай емес. Оған көзім жетті. Қазақстан Республикасының Конституция 13-ші бап 2-ші бөлігіне менің деген құқығым бұзылған жағдайда мен сотқа деген арыз түсіріп деген шыны керек әділдікті орнатуға, осылай көрсетілген, алайда олай да емес. Мен қазір данный время қарсы емеспін. Конституцияның 18-ші бабы 3-ші бөлігіне сай бұқаралық ақпарат арқылы талқылауға салуға қарсы емеспін. Потому что менде деген қорқатын ештемесі жоқ. Мен просто әділдік, шындық айтып отырғаным.